Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 73-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. 28-ші тапсырма Талдықорған қаласындағы ескерткіштер. Абай Құнанбаев үш бидің ескерткіші, Ғали Орманов ескерткіші, Дінмұхамед Қонаев ескерткіші, Қабанбай Батыр ескерткіштері бар. Ал Алматы қаласында қандай ескерткіштер бар? Олар Райымбек Батыр, Мұқағали Мақатаев, Шоқан Уәлиханов, Пушкиннің, Жамбыл Жабаевтың Азаттық ақ таңы ескерткіші, Абай Құнанбаевтың ескерткіштері бар. Енді біз бұл жерде негізгі зат есімдерді табу керекпіз. Негізгі зат есімдер мүсін, өнер, материалдар, қала, көшелерінен, мұражайлардан. Ал туынды зат есімдер мүсінші, шығарма. Келесі 29-ші тапсырма, бұл жерде хат жазу керек. Яғни жазылған хаттың дұрыс-бұрыстығын қараймыз. Бұл жерде менің ойымша хат дұрыс жазылмаған, өйткені хат жазған кезде ең алдымен амандасып, жазып отырған адамның хал жағдайын сұрау қажет. Келесі орындайтын тапсырма 30-шы тапсырма. Бұл жерде Қайрат пен Гүлжанның салған суретінің не себепті екі түрлі шыққанын дәлелдеу қажет. Суреттердің әртүрлі болуы Қайрат пен Гүлжанның отырғандарына байланысты болып тұр. Қайратқа піл алдынан көрініп тұрса, Гүлжанға жанынан көрініп тұр. Сол себепті екеуінің суреті екі түрлі шыққан.